пайдаланушылары, барлықтарыңызға келе жатқан жаңа жыл тек қана жақсы жолмен болсын деп, бүгін мен мынау спорт кешені ауданымыздағы сондағы тренер Асхат Артығұлына келіп сұхбат жасап тұрмын. Сұхбаттың барысы мынау алдағы 10 қаңтарда өтетін сайлауға арнайы шығуға келдім. Енді оның ішінде біз енді ауыл тұрғындарымен кездесіп білім саласының қызметкерлері, медицина саласының қызметкерлері, соның ішінде арнайы істерді спорт кешендерінде спортқа деген өзіңіздің көзқарасыңызды білсек, осындағы залдағы қыздар өзіңіз туралы қысқаша мәлімет айтып берсеңіз. Қош келдіңіз. Енді мынау спортқа дейін келетін болсақ, онда ең бірінші Қазақстан жеріне және де мынау президентіне, Нұр Отан партиясына үлкен рахмет алғымыз айтамыз. Сұхбаттың барысында қаншама мемлекетте өзіңіз болдыңыз? Енді былай айтқанда, енді 8 мемлекетте болдым. Ең алыс болғаным ол китайский Тайпей дейді, Тайваньда. Сол жақта болып әлем біріншілігі болдым. Өзіңіздің бұл күнге жеткен жетістігіңіздің ең үлкені? Енді ең үлкені осы былтыр 2019 жылы Азия чемпионатына Америка Сой деген қызым 3-ші орын алды. Араб мемлекетінде және де 2013 жылы Болгария мемлекеті әлем чемпионатында Ошақбай деген қызым 3-ші орын алды, жүлделі қола. Және де 2015 жылы Тайпей мемлекетінде Елена Шырынковамен Ошақбай 3-ші орын алды. Ол екі әлем жүлдегерінің бір Азия жүлдегерін дайындаппын ғой енді. Және де 2012-ден бастап 2019 жылы арасында жүлдегерін дайындаған болдым. Үлкен рахмет. Енді біз сізге спорт белсендісі ретінде, спорт жаттықтырушысы ретінде сенеміз. Өзіңізбен бірге әріптестеріңізді 10 қаңтар күні болатын сайлауға ерте келіңіз. Рахмет.